Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен жаңа сабақты бастамас бұрын мына суретке назар аударайық. Балалар, мына жерде нелерді көріп тұрмыз? Алманы. Бұл жердегі ең үлкен алма бар екен. Және ең кіші алма бар екен. Сары, жұмсақ, қызыл, қатты, жасыл, сопақ алмалар бар екен. Сонда балалар, үлкен алма. Қандай алма? Үлкен алма. Кіші алма. Қандай алма? Кіші алма. Сары алма. Қандай алма? Сары алма. Жұмсақ алма. Қандай алма? Жұмсақ алма. Қызыл алма. Қандай алма? Қызыл алма. Қатты алма. Қандай алма? Қатты алма. Сонда балалар, заттың пішінін, түсін, дәмін, жұмсақтығын, қаттылығын білдіретін, заттың сынын білдіретін сұрақтар қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді екен. Олай болса, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз заттың сынын білдіретін сөздер. Заттың сынын білдіретін сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Мен дәрігер боламын. Ақ қалатты киемін. Аппақ болып жүремін. Аппақ болып жүргенді өзім жақсы көремін. Дәрігермін мен деймін. Кәрі әжемді емдеймін. Көп ішіп дәріні, кәрілікті жеңдеймін. Бұл өлеңнің авторы Өтебай Тұрматжанов. Балалар, осы өлеңнің ішінен заттың сынын білдіретін сөздерді көрдік пе, оқыдық па? Ақ қалатты. Қандай қалат? Ақ қалат. Аппақ болып. Қандай болып? Аппақ болып. Яғни бұл сөздер заттың сынын білдіріп тұр. Дәрігер деп балалар кімді айтады екенбіз? Дәрігер өз ісінің маманы. Ауырып қалсақ біз дәрігерге барамыз. Дәрігер не істейді? Дәрігер тексеруден өткізеді. Дәрігер бізді емдейді. Дәрісін беріп, күтіп қарайды. Яғни қандай жағдай болса да өзіміз үйде емделуден сақ болайық. Үнемі дәрігердің бақылауында болып, дәрігердің кеңесімен емделген дұрыс. Өлеңнің алғашқы шумағын көшіріп жазып, қандай сұрағына жауап беретін сөздерді атап өтті, солардың астын сызамыз. Екінші жаттығу. Мен дәрігер боламын. Өлеңнің мазмұнына сай келетін мақалды тауып жаз. Өнерлі бала. Сүйкімді. Ағаш көркі жапырақ. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде. Яғни, дәрігердің өлеңіне осы мақал сай келіп тұр екен. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде. Яғни, ауырмай тұрып, емделіп, ауырмаудың жолын іздеуіміз керек екен. Жақсы балалар, олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Берілген суреттердің ішінен дәрігердің қолданатын заттарды ата деді. Қане балалар, дәрігердің қолданатын заттарын көріп тұрмыз ба? Дұрыс, дәрілер және йод тұр. Және біздің температурамыз, яғни ыстығымызды өлшейтін құрал. Және жүрегімізді, өкпемізді тексеретін тексеріс құралы. Яғни осының барлығы дәрігердің қолданатын заттары. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше, менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де алып қосарларыңыз болса, астына комментарийға жазып қалдыруды ұмытпаңыз.